Сәлем досым, бүгінгі тақырып үтірді дұрыс қою. Бір үтір адамның тағдырын шешеді деген сөз бар. Ол рас, себебі сауатты жазудың негізгі шарты тыныс белгілерін дұрыс пайдалану. Біз қолданып жүрген тыныс белгілері нүкте, көп нүкте, қос нүкте, үтір, нүктелі үтір, сызықша, тырнақша, сұрау белгісі, леп белгісі. Осы тыныс белгілерінің ішінде ең көп қолданатынымыз үтір. Үтірді қайырма деп атайды. Қалай айтсақ та, ең бастысы үтірді дұрыс қолдануды білгеніміз жөн. Олай болса, ережеге назар аударайық. Үтір тыныс белгілері ішіндегі функцияға ең бір бай белгі. Кез келген дауыс кідірісіне үтір қою қазіргі кезде белең алды. Ол дұрыс емес, демалған сайын үтір қою дұрыс емес. Үтірді қоюдың өзіндік орны, ережесі бар. Үтір сөз бен сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгісі. Үтір қай жерде қойылады? Салаласқа енген жай сөйлемдер бірақ, өйткені, сондықтан, дегендей, алайда, әйтсе де, ал деген жалғаулықтармен байланысса, үтір олардан бұрын қойылады. Жарты сағаттан кейін атқа қондым, ал серік қала адамдарының бірі тегін берген көтерме ақсағына мінді. Жұрт жауызды қоршап тоқтай қалды, бірақ ол алға жарып шықты. Күн бұлттанып ақ тұр еді, алайда жауа қоймады. Бірақ, өйткені, сондықтан, дегенмен, алайда, әйтсе де, ал деген жалғаулықтар жеке сөйлемнің басында келсе, олардан соң үтір қойылмайды. Бірақ жатқан қалпынан тырп етіп қозғалған жоқ. Сондықтан да соңғы 1-2 күн бойында оны ақын өз елінің тілімен сөйлете бастап еді. Ал, бірақ, дегенмен, алайда, өйткені, сондықтан деген жалғаулықтар сөйлем басында келіп, олардан кейін оқшау сөздердің бірі тұрса, жалғаулықтардан соң үтір қойылады. Бірақ ол жалғаулыққа байланысты қойылған үтір болмайды. Оқшау сөздің алдынан қойылған үтір болады. Мысалы, бірақ шынында олай еместі. Сәкен адастырмайтын. Дегенмен сайып келгенде еңбек адамымен ұғысуда, достасуда, сырласуда оңай орайласатыны анық. Қыстырма, қаратпа, одағай сөздердің орналасуына қарай үтір қойылады. Егер қыстырма, қаратпа, одағай сөздер сөйлем басында келсе, олардан кейін үтір қойылады. Ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Соңында келсе, алдынан да үтір қойылады. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Менің аңғаруымша, сіз тарихқа көп ат салысқан сияқтысыз. Пах шіркін, киелі неткен жер. Оңашаланған айқындауыш мүшелер сөйлемнің басқа мүшелерінен көбінесе үтірмен бөлінеді. Ылғалды жерлерде көбінесе өзен бойларында шөп қалың өседі.